Қыздар, биоинженерная нанотехнологиямен никогда ойнамаңыздар. Мен тағы да айтамын, қайталаймын. Биоинженерная нанотехнологиямен ешқашан ойнамаңыздар. Неге? Өйткені ол ең жоғарғы сапада өнімдер шығады. Даже мысалы қарашы, 1 килограмм алмадан егер біз биоинженерная нанотехнология арқылы өндіретін болсақ, мысалы заттарды, одан біз бәлінбай есе көбірек мысалы витамин минерал ала алады екенбіз. Өйткені ол енді мықты технология ғой. Тончайший уровень дейді ғой, кішкентай мелкий уровеньді прям шығарып бере алады. Ал біз андай не болса, кез келген өнімде имейте в виду балласт деген дүние бар. Балласт деген ол яды. Мысалы байқайсыздар ма, аптеканың шөптерін еткен кезде айтамыз ғой, 30 минуттан артық ұстама деп. Ішіп таста дейміз. Аптеканың мысалға сборлар бар ғой, мысалға шөптер, грудной сбор тағы басқалар. Мен айтамын 30 минуттан асырма деп айтамын. Неге? Өйткені 30 минуттан кейін они начинают яды выделять. Өйткені кез келген өсімдікте, жәндіктерден, микроорганизмдерден қорғанатын несі бар? Аллергендер болады бойларында. Ал егер де бізде биоинженерная нанотехнология болмаса, не болады о жерде? Ана аллергендер кіріп кетеді ғой біздің ағзамызға. Қазір екінің бірінде аллергическая реакция бар. БАД-ды көп ішеді адамдар, бірақ аллергическая реакция көбінде. Шөптерге аллергия, тағы да басқа. Бұрын бізде апаларымыз өсіп, мен түшкіріп қышқырып жүрген көрмеппін, бірақ шын айтсам. Шөптерге, анау-мынауға. Енді қараңыздар, енді байқайсыздар ма? Біздің даже шөпке аллергиясы бар адамдар біздің өнімдерді спокойно шығатады ғой. Хотя бұның бәрі шөптен жасалған ғой. Даже біздің шайларымызды ішеді ғой, байқайсыздар ма? Ливерпуль тағы да басқа ішеді. Аллергия болған көрдіңіздер ме солардың? Неге? Өйткені биоинженерная нанотехнология арқылы бүкіл улы заттарды, бүкіл аллергендерді, бүкіл жаман дүниенің бәрі қоқыстарды, айтқан кезде лишний қоқыстарды несіп бүйтіп өнімдерден алып сатып отыр ғой компания. Тек қана пайдаласын бізге алып отыр. Енді осындай компаниядан айналып кетесің, осы өнімдер шығарып жатқан бізге. Енді маркетинг планын айтсаңыздаршы, маркетинг планы енді компанияның масштабын түсініп отырсыздар, осыда 25 жыл болды, халықаралық деңгейде жұмыс жасайды. Офисіне ақша төлеп отырсыздар ма сіздер мына жерде? Жоқ, тегін. Басқа компаниялар білесіздер ғой, лидерлер, өздері офис ашып, өздері арендасын төлеп, өздері ана товар тасып есте шығарады. Білесіздер ғой? Бізде қиналып отырсыздар ма? Жоқ. Дайын офис мысалы мына жерде. Болды, сіздер жұмыс жүрсіздер ма? Жоқ. Ана кассирға миыларыңыз қатар ма сіздердің? Не төлеймін деп? Ойбай ана жерде товарым тұрып қалды деп төлеймін деп миыларыңыз қатқан кездер болды ма? Жоқ қой, ондай болған жоқ бізде. Ал бізде компанияда не? Бүкілін не істеп жатыр? Предоставить етіп жатыр да, бүкілін бізге не істеп жатыр? Беріп жатыр қолымызға. Бүкіл керек нәрсені бәрін беріп жатыр. Енді қараңыздар, даже Wi-Fi-ға дейді, мына сум, мен сум мысалы ана жерден алып тегін болып тұр менде сум. Сума дейміз, стаканчик дейміз ба, Wi-Fi дейміз ба, бәрі тұр ғой компанияда. Бізде Астанада даже туалетный бумагаға миымыз қатырмайды да адам. Енді все, енді қараңыздар, компания бүкіл условияны беріп отыр. Сіздер үшін миыларын қатырып, бүкіл сертификацияның жауапкершілігін алды, өнімдердің сапасын алды, бүкіл мысалы мықты нәрсенің барлығын бізге берді. Және де ойлаңыздар, біздің компанияда қаншама маркетологтар жұмыс жасайды екен. Солар бізде сәлеметсіз бе? Кіріңіз. Әжеге отырма, ана жерге. Енді қарайық, қаншама маркетологтар бар мысалы, сіздер ойлайсыздар ма, ол жай ғана не деп? Наны ойлау үшін, қыздар, сіздер білесіздер, бізде мысалға және өнім туралы күшті ақпараттарды, ана кісінің ютубына одан кейін жазылып аласыз, жазылып алып, содан көрсеңіз болады. Содан кейін қарайық, маркетинг план ерекшелігі, кішкене ойластырайық. Біздікі классика деген дүние. Көп ойлайды, бинармен жұмыс жасайтын компаниялар бар ғой қазір әртүрлі. Ой, бізде көппіз, басынан бастап керемет жұмыс жасаймыз дейді. Бірақ адамдар миыларын қоспайды до конца, да? Кез келген бинарный компанияда защита маркетинга деген дүние бар. Оны білмейді кісілер. Өзі маркетологтармен сөйлессеңіздер жақсылап тұрады. Защита маркетинга деген дүниені тілін аудару керек. Мен сразу сұраймын, бинарный компанияны мақтап жатады ғой, бізде ана бонус бар, мына бонус бар. Мен айтамын, защита маркетинга қанша деймін. Сіздер егер сұрасаңыздар, кез келген мықты лидерлар определенное количество дополнительный мысалы ложкалар шығармағанша, кез келген бинарда тоже ол бар. Бізде көп қой системалар, тринарный матричная система, бинар, в общем, неше түрлі маркетинг пландар толы ғой қазір. Біздің ерекшеліктерді айтайын просто сіздерге.
кез келген бинарда бізде мынандай нәрсе бар, защита маркетинга деген дүние бар. Сөйтейікші, защита маркетинга дегенді олардың лидерлары мақтанғанымен, если олар дополнительно өздеріне дополнительный аккаунт ашып қана не істей алады, қосымша табыстар алады. Бізде классикада қалай? Қанша аяқ шығарасың, өзің білесің ғой. Қанша түрлі табыс табып келеді, өзің білесің ғой. Оларда, например, олардың мысалы лимиттер болады. Мынандай статуста сен осыншадан артық таба алмайсың деген лимит болады. Оны ешкім білмейді, ол жағын айтпайды ғой. Мен білемін осы. Ой, қалайсыздар? Аты шулы компания, ана жерге отыра бермей телефонды алып тастап. Аты шулы компаниялардың өздері, қыздар, ойлаңыздар. Аты ең мықты шулы компаниялардың өздері қазір болып жатыр ма? Білемін оны. Бинарный маркет. Не өнім жоқ. Ана өнімдерді сұқыттар өмірсеңіздер. Дымы жоқ па айтқан екі шағын өніммен отырды. Мә, бізде рахат қой. Біреу басын жуатын шампунь керек па? Мәз саған. Косметика керек па? Мәз саған. Не істейді тағы да? Ананда керек па? Жейтін тамағын керек па? Мәз саған. Бәрі бар ғой бізде. Енді қарай, 15 түрлі табыс көзі дедім қыздар. Бізде маркетинг планда защита жоқ. Защита жоқ. Неге? Өйткені біздікі классика ғой. В каком плане маркетинг план защита деген сөз? Қараңыздар, басқа компанияларда атын айтпай қояйын, басында обещать еткен бонустарын қазір уже бермей жатыр. Оны сіздерге бір лидер айтпайды. Жоғарғы статустағы оны айтпайды мысалға. Ал біздің компанияда лидерлар ай сайын өсіп жатыр ғой ақшалары. Оларда мысалға статус жабады. Сен келесі пока статус жаппағанша, сен осыдан артық сен қанша товар оборот жасасаң да, қанша сенде схлопывание болмағанша да бинарда дейді да, сен мынадан артық ақша таба алмайсың деген оларды условия бар. Мен прекрасно білемін ол лидерлардың сұраған, мен қайдан біліп қойдым деген сияқты айтты. В общем, солай. Енді қарайық. Бізде 15 түрлі табыс көзі бар. Кез келген бинарный компанияда защита бар, маркетингда. Егер оны защита болмаса, значит ол скоро құлдырайды деген сөз. Өйткені ананша бонусты товар оборот сен ай сайын активация жасамайсың дейді екен өздері. Бірақ перепись населения жасап отыр ғой. Кез келген айлық қайдан келеді? Бәрібірде. Мега кірмейтін нәрсе товар оборотқа бәрібірде. 2 аяқ шығарасың дейді. Кешіңізде 2 аяқ шығарғанмен де сенде товар оборот болмаса, қай жерден ақша береді саған деген сияқты сұрақ туындайды ол жерде. Енді защита маркетинга болмаса, значит точно ол компания уже свернется скоро деген сөз. Ананша ақшаны обещанный лидерларға бере жүру это невозможно. Енді қараңыздар, бізде классикада ерекшелік в чем? Бізде классикада сіздер қанша алғыларыңыз келеді, аппетиттарыңызға байланысты ала бересіздер. Мына қараңыздаршы, мысалға эло күнделікті таба береміз ғой біз. Қанша шығарғымыз келеді, шығарамыз ғой. Солай ғой, продажамен күнделікті табуға мүмкіндік бар. Элоны мысалға мен айтамын, мен үшін эло, біз оны уже командамызбен эло деп атамаймыз, оны нан-шай деп атамыз күнделікті. Күнделікті нан-шай дейміз біз оны. Неге? Расымен өйткені бізге күнделікті табыс береді. Сізге айтады ғой компания, шығара бер, пожалуйста, элоны. Қолдана бер дейді ғой. Үйіңізге шампунь порошогыңызды аласыз ба? Жоқ әлде оны өнімді сатып алған қолданып активация жасай ана обналичка істей береміз ғой күнделікті. Сізге компания шектеу қоя ма вообще элодан? Жоқ қой. Ал мысалға басқа компанияларда былай екен. Сіз мысалға 200 жасадыңыз ба? Например, сіздің өзіңіздің активацияңыздың несі сол болу керек. Сен келесі 200-ді сен өзің атынан жасай алмайсың, только астына ғана тіркеле алады екенсің. Сондай да болады. А бізде ондай жоқ қой. Элода, значит, біз нан-шайымыз күнделікті 50 мың табасың ба, 5 мың табасың ба, күнделікті 2 мың табасың ба, өзің білесің да. Эло, личный объем, яғни өзімнен өзім алатын ақшам. Түсіндіңіз ғой? Содан кейін бар, бірінші линияда мысалға, бізде мен неге өзім шақырған адамды біреудің асады тауып керекпін деген сияқты. Өйткені компания тоже не дурак. 2-3 ақ өніммен, андай компаниялар, которым нечего предоставить, олар бинарға отырады да. Сен, ақша табасың, верхушканы жақсы табады, тез табасың дейді да. Бірақ біз лидерлар до конца ойланбайды, адамдар санамайды ғой математически. Ар жағында, что защита маркетинга деген дүниені адам вообще ойламайды. Мысалға, көп адамдар ойланбайды. Менде бір жақсы маркетолог танысым бар да. Ол вообще ана шетелде оқыған, грамотный адам да. Адамдар бұл тупик дейді да. Вообще, на самом деле, бинар деген дүниеде вообще кез келген компания не дурак дейді. Короче, бір сөзбен айтқанда, ол табыс табу керек дейді. Ал классикадағы компаниялар бар ғой, им есть что предоставить. Товар бар, анау бар, мынау бар ғой, енді бәрін предоставлять етеді ғой. Бірақ та енді қараңыздар, классикалық маркетинг планынан
компания көбірек табады ғой. Біздің товарообороттан көбірек табады ғой. Я ол бізге байланбай миллиондаған бонустар не обещает, басқа компания сияқты 20 мың доллар ананы аласың, мынаны аласың не обещает, бірақ ол стабильно береді бізге оның бәрін. Аналардың санап отырсақ, мынандай статуста ананы аласың дегендердің бәрін біз итак уже бірінші линиялардан адамдардан былай әртүрлі бонус төлемін итак алып жатырмыз ғой. Алып жатырмыз ғой онсыз да. Енді қарайық, бізде мынандай нәрсеге еще көңіл аудармайды да, адам ойлайды, мен тезірек өссем, а сіздер тезірек өскендеріңіз это не значит, что вы всю жизнь так будете получать. Потому что сіздер бәрібір де, пока сіз келесі статусқа шықпағанша, сізде защита маркетинга бәрібір сыграет. Любой сетевой, да, любой бинарныйда отырған мықты лидерлерден сұраңыздар. Сколько ты имеешь право получать на своем статусе? Сен қанша одан өсіп кетсе де товарооборотың, сен финал ақшаны аласың деген сөз ғой. Түсінесіздер ғой? Я бонусымды береді деген сөз. Қазір меншін бонус деген бар ғой, ойлайды қоям, мен неғып мен ол басқа компанияның өнімін алам, когда я могу QR код арқылы напрямую, біз қараңыздаршы, мысалға біздің, например, қараңыз, бізде QR код бар, бізде де бар ғой өнімдерді. Біз мысалға мынаны алғымыз келсе, QR кодты вводить етсек, бізде компания тура осы жақтағы менеджер сатқан бағасымен береді ғой. Ал мысалға мен ананы қарадым да, бір компанияның жапондық қандай біраз бадылар шығаратын компанияның атын айтпай қояйын. Соны вводить етіп көріңіздерші өздеріңіз QR кодын біреуіне попросить етіп біреуін несін. Вводить етіп көріңіздерші, прямойда японский заводқа шығасыздар, ол жерде 8,5 мың теңге, 6 мың теңгеден бадылар. Неғып мен ана жақта мен 30 мыңға алу керекпін деген сұрақ туындайды да. Зачем мен ол біреудің айлық шайына, если мен вдруг маған мысалы спирулина, хлорелла нәрсе керек болса, мен прямой заводтан алсам ба? Просто упаковкасы басқа болады, состав тот же самый. Көрдіңіздер ме? Түсініп отырсыздар ма мен ойымды, идеямды? Мынандайды вводить етіп көріңіздер сол компаниялардың. Сонда прямой заводқа шықсаңыздар, сіздер намного дешевле аласыздар да. Ал біздің компанияда вот қалай бар? Компания сататын бағасымен біз ала аламыз. Түсіндіңіздер, е? Бәрі бірдей баға. Бірдей баға. Клиент те менеджерде бір баға. Мына жерде кез келген өнімнің мынандай QR болады. Жоқ, NL-дің немесіне кіріп тексеру ма? NL-дің емес. Мысалы, кіріп мына жерде QR болады ғой, упаковкаларында, сырттарындағы. Соған вводить етіп көріңізші QR-ын. Сіз прямой Жапонның заводына түсесіз да. Сол жерде 8,5 мың теңгеге, 30 мың теңгеге емес, 8,5 мың теңгеге аласыз спокойно. Жарайды, доставкасымен тіпті 15 мың теңгеге шықсын. Тіпті 20 мың не, білмеймін, доставка сондай шықпайтын да шығар енді бір бағаның өзі. 13 мың теңгеге дейді да, алуға болады мүмкін келгенше пока. 6,5 мың теңге болды. Енді қазір жарайды 15 мың теңгеге шыққан. Посредниктер көп қой онда. Делдалдар, делдал сол компания болып отыр ғой. Солардың авто бонустар, солардың мейчинг бонустар, солардың бір нәрселері, бір бәлелер шүлдерлер. Бізде ондай бар ма? Бізде компания өзі производитель, өзі сырьені өзі беріп отыр, өзі маркетолог, короче, өзі неме істейді, лабораториялары өзінікі, исследование өзінікі. В общем, компания полностью жауапкершілікті тек қана өзі алып отыр. Ол перекупщик емес біздің компания. Перекупщик деген сөз естідіңіздер ме вообще? Біздің компания, что перекупщик деген нәрсе бар, болған когда-нибудь біздің компания. Жоқ қой. Біздікі барлығы өзінікі. И содан кейін барып, даже корейский мысалы косметикаларды қараңыздаршы. Ол қалай корейский болады, мысалы Франция, нелер. Коктейльдер ма? Иә. Почему бы компания өзі заводтарына үй-бойлар қоя алмайды ол жаққа? Неге? Если мысалға сізде сол өсетін мысалға өсімдіктері сол регионда болса, для безопасности сіздер транспортировка жасауға болмайды ғой? Қанша күндік? Ананың бәрі жинап алып, в общем, в свежем виде сізге, в первозданном виде сізге беріп жіберіп отыр да? Мен айтамын ана бутылка. Срок годности 2 года дейді. Не ограничены. Жоқ, ол Там каждый написано 2 года. Месяц уже для использования. жоқ, қыздар, кез келген нәрсенің эксплуатациясы болады, иә. Иә. Ана ішіндегі фильтрін ауыстырып отыру керек қой. 6 ай сайын. Вообще 6 ай сайын ба, 6 ай сайын? 6 ай сайын. Жоқ, ну, если у вас вода нормальная, мысалы, мен мысалы аламын, мынандай фильтрованный сулардан, мысалы, құям, өзім бутылкам, маған 6 айға жет емес, маған 1 жылда бір ауыстырсам да жетеді да маған. Өйткені мен тек қана таза су құямын оған. А мен мысалы үшін фильтр, мынандай фильтр бар ғой, кәдімгі. Сол фильтрдан құямын. Мына қараңызшы, кез келген өнім не істейді бізде? Кез келген тастарын қарасаңыздар, до қандай болды, после. Қараңыздар, если вы думаете, что она уже кішірек қалды слишком, мен болады, мен ауыстырам, когда уже смотрю. Кішірек Мен қалды. осы тазалап отырам ғой тастарды өйткені. Лимонный кислотамен тазалаймын оны.
15 күн сайын. иә әркімде қалай енді смотри қалай загрязняется мен қараймын опа жоқ әлі таза мен жүре беремін содан кейін барып тазалаймын мысалға қараймын уже кішірейіп қалды ма все мен не істеймін оны ауыстырамын кішірейіп қалып там тастар уже все негодно болса ауыстырасыз а если ол сізде нормально болса зачем ауыстыра беруге Ну там производство написано, да, уже объективно. извините меня у нас рабочая сила конечно на шейкерлар сырттары да но это заказ компании же сырттары ну там же мына мысалы материалдың өздері ана өте андай жақсы материалдарды жасалады ол зато для нас потому что рабочая сила там дешевле нам қарасаңшы китайцы чтобы 1% алу үшін біз неше пайыз магазин алады кез келген магазин 10%, 15% жұмыс жасайды ғой молочкадан өйтіп жылап отырамыз невыгодно налог жейді анау жейді деп бірақ қарасақ на самом деле оны 15% жұмыс жасайды молочкадан сыртта кейбір магазиндар 20% магазиндер болуы мүмкін кафелар а қытайлар ақ таңертеңнен бастап кешке дейін 1% үшін өледі где рабочая сила дешевле сонда бізге Россияда жасаған оларға выгодно ма жоқ әлде Қытайға заказ бере салып мен қатар маған выгодно ма бірақ ананың барлығы стандартпен зато стандарт арқылы стандарт деген дүниеден ол распай кешіріңіз Қытайда негізінде стандарт деген дүние өте қатты қадағалады байқалсаңыздар для самих китайцев өте мықты стандарт ол жақта өзіңіз кез келген мысалы Қытайдан қайтып келген қазақтар болады бізде солардан сұрап көріңіз қалай болды сенде Қытайда мысалы өмір или қытайлардың өздерінен сұрап көріңіздер мысалға көріңіздер сұрап соны айтады сіздерге ол жақта өте строго Қытайдың стандарты деп айтады сол сияқты да енді насчет БАДов енді насчет вот этих елдерге качество киімге енді ол жағынан енді иә ал біздің мысалы саудагерлер арзанырақ алу үшін конечно ширпотреб алып келіп береді бізге созылып кетеді ана мынауларды да сондықтан солай енді қарайық темадан ауытқымайық иә қыздар маркетинг план давать это бьем ерекшелігін және айттым ғой бізде защита маркетинга жоқ өйткені бізде компания зарабатывает и она может позволить себе не істеуге менеджерларына жақсы ақша бере беруге ай сайын келесі момент бізде 15 түрлі жұмыс бар мысалға сіздер компанияға тіркелген сәттен бастап болады мысалға высший категория врач болады там категория сол сияқты менеджерлар да өздерін көрсетеді компанияда өздерін көрсетеді көрсеткен кезде коэффициент өте маңызды рөл мысалға мен айтам бірінші келген кезде мен айтам новичоктан айтам стартты бірінші линияны стартты көбейтпе мысалға өздеріңіз қадағалап қарап отырсаңшы стартты тіркейсіз ба мысалы бір көтерілесіздер ма сіз лучше өзіңіздің дополнительный бір мына фишкалар ладно айта берейін значит мысалы лучше өзіңіздің бауырыңызды біреу тіркеп жіберіңіздер содасын жасаңыз сонда старттарды бәрібір де сізге жұлдыз керек мысалға сонда сізді как менеджер етіп коэффициентіңіз түспейді да анау да сіздің аккаунтыңыз мынау да сіздің аккаунтыңыз старттан бәрібір түседі ғой ақша сізге істемеген менеджер коэффициентті түсіруге значит сіз қадағалап көріңіз мен қадағаладым мен 7 ай ма 8 айда қадағаладым тіркеу бар жұмыс істемеген менеджерлерде коэффициент түсіре ме түсіреді мысалы сіздің астыңызда ма мысалы тіркеледі осы айда сосын 2 айдан кейін шығып қалады мүлдем жұмыс старайтесь чем меньше красного у вас там горит тем лучше для вас содан кейін мен сіздерге айтайын коэффициентті көтеретін ең күшті нәрсе не коэффициентті көтеретін ең күшті нәрсе сізде сіз ай сайын бір менеджер тіркеп оны 200-ге 2 менеджер тіркесеңіз мысалға 200-ге жеткізіп отырыңыз содан кейін эллоңызды көтеріп отырыңыз сонда динамика роста көрінеді сізде команда расширяется же и компания видит что вы не только в глубину работаете сіздер ширинаға да жұмыс жасап отырсыздар ғой а ондай конечно коэффициентті көтереді көрдіңіздер ме сол сияқты енді қарайық в общем бізде маркетинг план классика сколько хочешь зарабатываешь защита маркетинга жоқ товарооборот кто что заслужил содан алады мысалы басқа компаниялардағыдай адамдар білмейсің ой айтады ғой бізде активация деген бәле жоқ деп активация это классно активация өйткені сізге товарооборотқа келеді ғой мен наоборот за активацию мысалға мен астынан адамдар өнім алып жатса маған да ақша келеді ғой а оларға да тоже ведь товарообороттан келіп жатыр ғой ақша ай сайын а у них қалай ойлайсыздар кімде больше возможностей что бізде көбірек товарооборот болады осы айда деген у нас же больше возможностей өйткені бізде активация деген дүние бар значит менің менеджерларым тоже не істейді товарообороттан ақша табады деген сөз дұрыс па то
есть мен олар товарооборот жасайды деген сөз. Ал сізде басқа компанияда жарайды ол активация менде жоқ деп спокойно жүре беретін компанияда болсаңыздар. Неден береді компания ақшаны сізге? Неден төлейді? Вообще логика сол кезде қосылады да адамда. товар сатпасаңыз қайдан төлейді? Соны айтамын, неден төлейді? Кез келген сетевойдың оплатасы от товарообороты болса егер. Ол жерде сетевойда олар активациясын жасамады, все. Қайдағы товарооборот? Қайдағы ақша деген сөз ғой. Сондай. Енді менде сондай енді логика. Менікі емес, ол сондай не ғой, сол бойынша жұмыс жасап жатыр ғой бүкіл компаниялар. Енді қараңыздар, бір компанияда бар $30 000 премия дейді да. Минимальный статуста. Қыздар, это значит, уже скоро свернется ол компания. Қарадым, защита маркетинга жоқ. Ойлаңыздаршы, олар өздері активациялар жоқ екен ай сайын. То есть товарооборот компанияда жүрмейді, сатылым болмайды деген сөз. Логически ойлансақ, сатылым болмайды деген сөз. Значит, оларда активация жоқ екен ай сайын. Хорошо, сатылым жоқ екен, значит, да? Ай сайын. Только перепись населения ғой былай айтқан кезде. Ай сайын біреуді перепись Рекрутирование. Да, рекрутинг, типа командный это неме. Енді қараңыздар, айтады $30 000 төлейді. Қараңыздаршы, безвозмездно $30 000 лидерларға төлей берген кезде компанияда не болады? Көптеген компаниялардың бюджетінде даже ақша жоқ, бірақ обещает много. Мысалы қазір Марина Хелстен, мен точно білемін, уже у них қайбір бонустың түрін алып тастады. А бізде наоборот бонустар қосылып жатыр ғой қыздар. Біз не істеп жатырмыз? Сен дейді 4.000 PV берсең, саған наоборот мен қанша мың теңге, 150 000 теңге қосымша берем деген промолар жүріп жатыр ғой. Бізде ай сайын наоборот маркетинг планда не болып жатыр? Қосымша дополнительный табыс көздері бар. Қыздар, былай да, мысалға компания сізге айтады. Міне сіздерді товар дегеніміз, значит неше ай? 3 ай. Мысалға ДС-ді ойлайды, ой, мен алмайтын болдым дейді. Мен алмайсың деймін, ана бір лидерға офиста мысалға да. Басы істемесің, мен алмайсың. Сен қараш деймін. Компания саған бүйтіп айтты, сен осы айда жаптың ғой. Бір айда жаптың, 3-ші айда жабылмай қалғанда онда просто. ДС қорғалмай қалған. Сен бейт дедің, осы айда жабып жібер, сол кезде сен ДС-ді аласың дедім. Премияңды. Пропускать етуге бола ма соны? Пропускать етсең, сен компания айтпайды, ой, сен осы айда жасаған жоқсың. Мен саған бермеймін демейді. Компания продолжает дальше. Түсіндік па? Мысалға 6 миллион премияда сол ғой. 6 миллион премияда. 2 айын қорғалмай қалып бізде бір лидер. Бірақ келесі айларын қорғап, барға айтқан кезде бонус түсіп тұр. Ал ойлаған екенсі алмаймын екен. Не поняла дейді. Поздравляем, анау деген әңгіме шықты да, ана жерде хат келген, білесіз бар әйтеуір. Маған береді деген ғой дейді. Содан кейін қалай соң компания звондаса, бұл компания айтқан, неважно, если вы пропустили месяц, вы можете продолжить. Қандай мен айтам, маштылар, ана лояльный компания да. Адамның прямо адамгершілігіне кіріп тұрған компания ғой дейді. Ата басқа компаниялар. Сен қайтадан заново бастайсың деген жоқ ол сізге. Көрдіңіз бе? Главное, продолжай. Главное, не останавливайся деген сөз ғой, тоқтама деген сөз ғой. Рахат қой. Сондықтан солай, қандай сұрақтар бар? Маркетинг планды білетін болсаңыздар, оны айтпай қояйын сіздерге. Точно білесіздер ме? Білеміз оны. Grand Flash сертификатын айтыңызшы. Біріншіден, на базе GMP полностью. Вообще, қыздар, Green Flash деген компанияның өзін вообще зерттеп көрдіңіздер ме? Green Flash деген дүниені зерттеп көрдіңіздер ме? Green Flash деген өзі ол жерде үлкен мамандар отырған жер ғой өзі. На базе Green Flash біздікі ғана шығарылады. На базе Green Flash. Ол жерде, яғни бізде айтқанда ученыйлардың отаны ғой айтқан кезде, ғалымдардың. Енді одан артық сізде әлемде қандай мықты не керек, сізге база керек айтқан кезде. Ол жерде бүкіл сертификациядан өтіп отырса, халықаралық стандарттардың бәрін өтіп отырса, бүкіл тексеруден өтіп отырса деген сияқты ғой. Еще GMP технологияны қосып отырса, халал, не халал бәрін беріп отырса. Өйткені база Green Flash ол уже как не сияқты баяғыдан бері келе жатқан база ғой, уже научно-исследовательский технологиясының бәрі дамыған, айтқан кезде сондай базада біздің компания өнімдерді шығарады. То есть ол база, это база деген, понятно, фундамент. На этом фундаменте строится бүкіл біздің өнімдердің несі, составтары. Ол өте, қыздар, это мен айтамын, біздің компанияның масштабын мен таңғалам жаздырам. Неге? Өйткені ойлаңыздар сіздер. Мен мысалға өзім ойлап қарап, мен егер сетевой болса 7000 квадратный метр просто так бір какой-то офисшін бөлер мен бөлмес бе едім деп ойланамын да мен. А компания қандай шешеді? А еще мен сіздерге қызық айтайын.
компанияда мына работниктер жұмыс жасайды ғой, мысалы институтта анда-мында жұмыс жасайды ғой, соларға еще үй салып қойған бесплатно, ойлаңдаршы, ана жерде адамдар өмір сүреді. До того анда бүкіл жағдайда сонда сотрудниктер кете ме ана жерден? Поэтому бізде сотрудниктер 10-15 жыл минимум жұмыс жасайтындар. Кемінде еще бәлен жыл, 30 жыл, 40 жыл жұмыс жасағандар бар мысалға да. Сонда НЛ компаниясына неше жыл болған? 25 жыл, бірақ та қыздар, біздің мына көп өтеген өнімдер до этого были разработаны. Научно-исследовательский институт несінде. Ол сетевой болып құрылғаны 25 жыл. 24 жыл, иә, осы жыл 24 жыл. Ну, почти 25 жыл ғой. Ал оғанға дейін, извините меня, ол бір күнде мынаны мысалға өткізу, сертификация, та-та-та-та деген дүниелер бар ғой. Ал ол уже халықаралық деңгейде жұмыс жасау үшін 24 жыл. Мен маған даже интерфейсін айтты, қараңыздаршы нелердің, внутренний фейстар нелердің, даже мына программаларын қараңыздаршы. Оңай ғой. Басқа компаниялармен салыстырыңыздар ма? Сүйкімсіз бірдеңке ғой, ана программалары. Приложение. Біз реферальный десе реферальный ғой. Рефералдарды жіберіп қойып отыра беретін бизнес қой. Өте оңай. Мысалға мен Астанада отырмын, командамда Қырғызстанда бар, мысалы Таджикстанда бар. Енді былай айтқан кезде, одан Өзбекстан дейсің. Еще білмейсің ғой сол қай жақтың, өмірің арасында қай жақтың дейді, Google-да жетесің деген сияқты ғой. Сонда ойланып қарасақ, мен ол кісілерді танымаймын да ғой, өмір көрмеген, қалай кетіп қалғанын білмейсің да. И оны ойланып қараңыздар, бізде компанияда масштаб. А почему международный бизнес не сделать? Мысалы ағылшынша білетіндеріңіз болса, орталарыңызда международный бизнес жасаңыздар. Күшті ғой. Компания сізге жоқ демейді ғой. Содан кейін сізге еще тағы да бір бонустың түрін айтпайды ғой мысалға. Неге байқайсыздар, көптеген лидерлер стараются Турция, басқа мемлекеттерді ашуға. Чем больше вы стран открыли, сізге қосымша тағы да нелер төлейді деген сияқты. Ол айтып қойды ғой маркетинг планда сіздерге. Амбассадорым сіздерге нелерді айтты ғой, премияларын. Ешкім айтып жатқан жоқ маркетинг планда. Сол жүрсіздер еді, сол мә масқара 4-ақ бонус түрімен жүрсіздер ме? Сол маркетинг планын бастарыңызда. Қыздар 4-ақ түрлі бонусты білеміз дей ме? Не дейді? Қажет етмейді бағана. Төрт түрлі бонус деп мысалы ООО, ГО, бонус наставника, содан кейін квалификация үшін. Квалификация. Осы 15 деген қалай ол? Тревел счет бар. Тревел счет, ол жоба жаққа жетпегеннен кейін не білейін. Жоқ, қыздар, мен сізге айтайын ба? Сіздерде айлық көтеріледі қай кезде? Когда сіздер уже начинаете изучать маркетинг план. Сіздер прямо ошибка ғой сіздерді. Жетпегеннен кейін зерттемеймін деген. А когда сіздер зерттейсіздер, сіздерде квантовый новый нейронная связь появляется же. Нейронная связь. Біздер всегда должны больше стремиться. Білуге. Сіздер просто бар ғой, когда білу болғанда сіздер, когда сізді уже күнделікті анау бүйтіңіздерші мысалы, күнделікті. Мен мысалы бұрын маған бұл қызықты, мысалы мен 500 бар ма жоқ компанияда деген маған ой келетін бұрын. Жоқ, мен даже бар ғой, маған казалось 200 мың нереально сатып көрген айтпақшы. Ол кезде 200 мың деген, енді былай айтқан кезде біздің қазіргі мен қанша екен, может быть бір миллион шығар еді, примерно. Ол кезде ақша құнды болды ғой. Білмеймін, мен мысалға сол кездердегі мысалға айлықтарыма барып дүние сата алатын үйге. Картошка, бәрін аласың да үйге. Үй жететін кәдімгідей. Менің күйеуімнің даже айлығы сол 80 мың болатын теңге. Сол кезде ойласың, Астанада и маған ол как будто не болатын андай бір жақсы ақша сияқты көрінетін. Енді ойлансаңшы, сол кезде мен ойлайтын 200 мың теңге, реально 150 мың теңге. Мен наставник майдана 150 мың теңге алған кезде маған вау болып көрінетін да. А хотя кезінде мен де тапқан адамым ғой, бірақ та именно НЛ-да нереально ма деп ойладым да мен. Маған вау, сетевойда маған реально нереально деп сұрақ қойды. Мен 2018-де тіркеліп, 2020-дан бастадым бизнесті. Бір рет кетіп қалып кеткен жоқпын. Қандай? Қытаймен бизнес жасағам. Бірақ НЛ-ға жетпейді екен. Соны түсіндім. Енді қараңыздар, сол кезде ойландым мен. Потом қашан сізге реально бола бастайды? Когда сіздерге қыздар, когда вы начинаете изучать, санаймыз қашан, калькуляторға салып санап көріңіздерші, сіздерге ол реально болып миларыңызға қонған кезде сол ақша келеді сіздерге. Қонады ғой сол ақша, сол кезде миларыңыз сол кезде сіздерге келеді ол ақша. Кәдімгідей. Маған 700-800 мың нереально болып көрінген. Қазіргі зарплатаға қаншасыз? Менде мысалға бірнеше аккаунт бар, барлығын қосқан кезде мен элон санамаймын. Где-то бір командадан 400 мың теңге түсті. Плюс еще енді пресс аккаунттар бар. Сонда примерно бір 700-800 шығар, солай шығады общий қосқан кезде.
мен қыздардың қазіргі айлығын санамаймын. Мен потому что ана жоғарғы айлықтар санап расстреливать етемін. Миым үшін айтайын, мына айлықтарды вообще санамаймын мен қазір. Не бар, не жоғын білмеймін. Мен қазір самое главное ананы миға қоңғызу керек. 1 миллион, 1,5 миллионды қоңғызу керек. Солға жұмыс істеуіміз керек. Иә. Сондықтан да ана барлығы санаған сайын сана бастайды екен. Ақында бақылайды. Сана бастайды. Айлықты көтеруден, коэффициентті көтерулеріңіз келсе, шириналарыңыз жақсы болу керексіздер. Бүйтіп айтады да, 5-ақ менеджер керек, соларды көтеріңдер дейді. Кешіріңіздер, олардың сіздер не үшін сіздер, оларды ДД5 шабу үшін сіздер өліп талып жұмыс жасап, ДС болу керексіздер. Мысалға да, не үшін? Олар сол амбассадорында кіру үшін, амбассадор білмейді, ДС-ның квалификациясы үшін ғана. Олар сіздер бірінші кезекте, менің ойымша, адам өзінің жағдай жасап алу керек сияқты. Менің ойымша, адам өзінің жағдай жасап алу керек сияқты бірінші кезекте. Адам өзінің жағдай жасап алып, айлыққа шығыңыздар. Сіздер ширина еще сіздер безопасностьтарыңыз ғой. Неге? Мынау байға тиіп атады, мынау рожает деген сияқты. Иә? Біреу мына жақта той болып атады, мына жақта енді әртүрлі жағдай болады. Сол кезде у вас выбор болады да. Страховка деймін. Еще маған интересно, қызық, например, мына жақта жасамай қалса менде қыздарды, мына жақта істеп атады да. Всегда как-то вот жақсы келе жатқандар. Мен білесіздер ме қыздар, мен мынандай нәрсе ойлаймын. Адам егер сізге Алла тағала дәл сол наставникті берді ме қазір, ол сізге ең қайырлысы. Болды, одан артығын іздеудің қажет жоқ. Өйткені Аллах біледі сізге кімді қашан қай уақытта берер. Это вам урок. Все. Егер сіз мықты болсаңыз, сондай керемет, прямо сіздің деңгейіңіз супер, сіз наставнигіңіз не то болса, өсе беріңіз өзіңіз. Мен мысалға өзім наставнигімнен тоже өсіп кеткем, боковой, кәдімгі өсіп кеттім мен. Двойноймен жатқан кездер болды мысалға да. Сол кезде мысалға ол кісі мысалға бір естіп қана тұрды. Боковой енді қорғалса болды, бірақ кешіріңіз бүкіл айлықты өзіме кетеді мен командаммен. Даже кішкентай айлықтарда да солай ғой, істемей қалса сенің астында одан көп алып кетуі мүмкін. Вот сонысымен маған айтты маркетингтер. Мен күтіп отырмаймын, мен наставнигім қашан шығады деп. Захотела сделать, захотела вообще жасамаймын. Өзіңізге істеуіңізге байланысты. Ақша керек па жасайсыз, ақша керек жоқ па істемейсіз деген сияқты. наставнигіңізден артық табылсын дедіңізші. Конечно. Бізде мысалға қарасыншы алдашы. Ана Мариодан артық тауып отыр ғой. Жоқ, кейбіреулер айтады ғой, бас жақтағылар бай астындағылар түк алмайды деп. Кейбіреулер понятно солай. Вот маған біздікі әдетті. Иә, біздікі наоборот, иә. Қанша жұмыс жасайды, сонша еңбегін алады. Наставник жұмыс жасай ма? Пожалуйста, табады. Аяғымды бүйіп қойып жату деген жоқ қой, ол бізде. Наставниктер жұмыс жасай ма? Алады. Жұмыс жасамай ма? Алмайды деген сияқты ғой. Все по-честному. Ол әділ бизнес та маған сонысында. Ана басқа, например, біраз атышулы маркетинг пландар сияқты емес қой. Ой, басында істеп қоя, соны жатасың деп. Кім жатқызады оларды? Қарап отырмын, қалай мұрындарына су жетпей күні кешке дейін региондарда жүрді. Біз анандай жұмыс жасасақ бар ғой, біз баяғыда бәрі ЗТБ боламыз, шын айтамын сіздерге. ЗТБ болып 5-6 миллионнан алып отырамыз минимум шықырлатып. Шын айтамын сіздерге. Аналар жұмыс жасағандарын көріп отырмын ғой мен наставниктерді. Мен ана стористарымда, в общем, былай коробкамен биадрон кіріп атады. Өскеменнен кіргіземін биадрон. Ана Рубцов деген жер бар ғой, жақта недалеко. Сол жақтан кіргіземін биадрон. Соштан бастадыңыз ба? Мен семейде тойға дайындалып жатып, інімнің нелеріне, інімнің тойынан келдім де, как раз Аягөзден жатып алып мына жерде айжап отырмын ғой өстіп. Как раз 2 апта қалған кезде ма, 2,5 апта қалғанда ма, в общем, маған наставнигіміз айтты, давай жасайсың. Жоқ болып кетті. Жұлдыз жабасың ба деп. Как раз жаңа шыққан кезінде, 2020 жыл ғой сол как раз. Жабасың ба дейді жұлдыз. Жабардың алдымен премия алып, ой, давай жабайыншы деп. Жабайды солай, сол сияқты да. Оказывается, адам просто шешім қабылдайды да, мен жабамын істеймін деген кезде бүкіл вселенная помогает. Шын айтамын, Аллах прям жолыңызды ашып қойды. Өйткені ниет бар ғой. Мен сол кезде түсінбеймін қыздар. Маған когда-то мен жай ғана өнімді жай ұсына салған адамдарым бәрі өздері таңдап, маған биадрон берші, маған ананы берші, маған мынаны берші деп кеткен кезде мен таңқалдым сол кезде. Солай болды. Ана Айжан деген кісі келді де 2 күн ішінде неше почти 1,5 пиви жатты. Я была в шоке ана жерде. Ойлаңыздаршы, 1,5 пиви. Алло жасаған кезде Айжан деген кісі, мен Конопянова Айжан деген кісі бар командамда. Қазір әлі бар, қайтадан қайтып келді ол кісі, басқа бизнестен айналып келді. Сол кісі өте жақсы да, андай істеген кезде мықты адамдар істесе. Сол білмеймін қалай астынан біреулер кетті, бір мастер кетті, оның астынан бір мастер кетті, сөйтіп жасалды. Сонда
жұлдыз почти какой то бір 4-5 күннің ішінде. Соны ойландым мен, если адам істегісі келсе, оказывается просто мы ол кісіге просто срочно ақша керек болды, қызын Турцияға жіберіп отыр. Соны ойландым, бізге жасау үшін глобальный мақсат керек екен ғой. Если сіздерге қазір бизнес не идет дейді ғой енді, бизнес если у вас не идет, значит сізге глобальный мақсат жоқ дейді. Бізде қашан бізде Аллах тағала, қараңыздаршы, сіздер былай ғой, сіздер зона комфорта дейді мынау. Сіздер мына жерде отырсыздар. Зона комфортта отырсыздар ғой, сөзін ашу керек барлықтарыңыз. Қиналып қайсыларың жұмыс жасап жатсыздар. Ешқайсыларыңыз стористеріңізді көрген жоқ болады, қиналыватқандар. Қараңыздар, сіздер осының ішінде отырсаңыздар, шеңбердің зона комфорта, Аллах сіздерге тек қана дискомфорт береді, соны біліңіздер. Ол шариғатта да бар нәрсе. Не үшін? Аллах сізді бір нәрсеге үйрету үшін, сізді өсіру үшін, сізге дискомфорт береді. Өйткені сіз бір нәрседен какой-то урок алу керексіз ғой, өмірде испытание. Ал егер де сіз мынадан шықсаңыз, мынадан шығып өзіңізді дискомфортқа салып отырсыздаршы күнделікті. Мысалы, өзіңізге ұнамайтын нәрсе болады ғой, ол звонок жасағыңыз келмейді, жасайсыз. Дискомфорт қой сізге ол. Дискомфорт. Сол кезде сізге Аллах тек қана комфорт бере бастайды. Өзіңіз байқай бастайсыздар сол кезде. Түсіндік, иә? Зона комфортадан шығында деп айтатындар сол ғой, қақсап біздің мына көптеген лидерлардың. Зона комфортадан шық. Не үшін шық? Мен ерткеннен ертерекке ертең мысалы Өскеменге мен Өскеменде бір адамым жоқ. Не үшін бара жатырмын мен? Барып істемесеңіз жоқ. Қыздар, мен сіздерге айтайын мына нәрсе. Егер сізге Аллах білім берсе, шүкір Аллаға маған беріп тұр ғой білімді. Білімді беріп тұр Аллах. Мен оны қараңыздар, я не имею права оны үндемей қоюға. Просто мысалы талантливый адам өзінің талантын нету керек қой, мысалы дарыту керек қой, мысалы ақын болса, певец болса деген сияқты. Сіздер когда вклад бола бастайсыздар басқаларға, сол кезде Аллах сіздердің мына жақтан бере бастайды сіздерге. Значит, сіздер жан-жақтарыңызға аз көмектесіп жатсыздар деген сөз. Даже офисқа келген кезде мен параллельный структуралар біледі, мен бөліп жармаймын ешқайсысын. Сабаққа бәріне кіргізе беремін. Мына кісілер көріп отыр ғой, бізде өзіміздің чаттарымыз бар, бизнес чаттар. Мен ссылкаларды спокойно жібере беремін да. Не үшін? Қызғанбаймын десеңші. Мен қызғанбаймын білемін. Ол менің білімім емес, ол менің жеке білімім емес қой. Ол Аллахтың берген білімім ғой маған. Ол маған егер мен ойлаймын, Аллах бітеді екен, мына дүние деген нәрсе. Кем болмайсың. Иә, дүние деген нәрсе, қыздар, ең төменгі сатыдағы ризық екен ғой. 9-шы дей ма, 8-ші сатыдағы деді ма? Солай ғой, по-моему, содағы ризық екен. Ал білім, имандылық, тағы да басқа нәрселер, ол ең жоғары екен. Аллах өзі сүйікті құлдарына білім береді. Егер сіздер бүгін мысалы келіп білім алып жатсыздар ма, рухани болсын, қандай да бір білім алсаңыздар, значит сіздер ақырында уақытта сол неге потокқа кіріп жатырсыздар деген сөз. Көрдіңіздер ме? Значит, это классно, значит сіздерде скоро рост болады деген сөз. Білім іздеу айтады ғой, өмір бойы білім іздейді мысалға. Неге Аллах мысалға білім жолында бір жерге барып оқыған адамдарына мысалға өте көп сауап жазады. Сол үшін ғой. Енді қараңыздар, сіздерде просто задача күнделікті зона комфортадан шығу. Разницаларды білесіздер ме? Қай неден қалай алатындарыңызды білесіздер ме, жалпы? Білеміз. Иә. Мысалға, мына жерде мына қараңыздар. Мысалға сіз жұлдызсыз. Сіздің процентіңіз қанша? Жұлдыз деп берейікші, мейдл деген жүк көремін атын қазір қызым. Қазіргі 21, 24. 24 қой. 21 деп айтады маркетинг план бойынша. Бірақ сіздер, значит, баяғыдан бері кешкі менеджерлер 24-пен аласыздар деген сөз. 21-24. Иә, дұрыс па? 21-24. Мен және ғана айттым ғой, коэффициентке байланысты деп едім ғой. Кейбір менеджерлер, мен өзіме мысалы білемін, Астанада мысалы бізде бір офиста бір қыз бар, 22 мың, 21 сен алады. Мысалға, неге маған 27-28 мен береді? Деген сияқты ғой. Енді қараңыздар, сіздердің астыларыңызда мысалға бір мастер шықты, М1. Қанша оның пайызы? 5 қой? 5%. Значит, егер сіз 21%-ға не болсаңыз, 21-де 5 алып тастайсыздар. Сол ғана сіздің айлығыңыз оны қарап отырып түсетін. Сіздердің ғой, мен қарап отырмын да, негізгі именно, білмеймін, қай жақта қалай екен, ұлтқа неге бөлінбесін, бірақ та қазақтарда әйелдердің потенциалдары бешен екенін білемін мен. Когда ол баласы үшін жұмыс жасайды әйел адам, это вообще энергиясы мықты екен әйел адамдардың деп байқадым. Живой мотивация ғой, бәрінің үйінде. Әрқайсымыздың үйлерімізде живой мотивация жүруші. Когда почему бы сіздерге мысалға как минимум жұлдыз
несін алып отыр басқа. Қана шығады болды. Зато боковой объемді бұрып тұрады ғой. Сізде боковой объемді мықты болып кірсеңіздер, тест вообще сіздер анау товарообороттардан енді былай айтқан кезде айлық күшті болады да, процент күшті болады уже. Ана командадан алатын пайыздарыңыз күшті болады. Просто мынаның бәрін жақсылап тұрып реттеңіздер де, научите продавать просто командаларыңызды. Научите продавать. Мен үйретіп қойдым. Мен мысалы Бақыт ханымды көріп отырсыздар ма? 750 жатма жабады, жалғыз өзі 1000 жабады. Мысалы да, жалғыз өзі 1000, 750 жабады адамдар. Мысалға менде тағы да бір қыз бар, мысалға 400-500 жабады да өзі, жалғыз өзі. Да классно же. Ол енді сиверге болады, иә, сонда? Уже Адам қараңызшы, сіздер ойлаңыздар. Сіздер адамға келді ғой жаңадан тіркелген адам. Научите просто продавать первое время. Потому что он когда начинает продавать, то есть онда товарооборот болады ғой, ЭЛО. А ЭЛО-да күнде түседі ғой бізге. Это ощутимо ақша. Прям ол оны сезеді. Байқайсыздар ма, командадан алатын ақша всегда меньше ЭЛО-дан алатын ақшадан қарағанда. Көп менеджерлер бізде ЭЛО-мен тамақтанады. ЭЛО-мен кәдімгідей ақша істейді. Иә, ЭЛО-мен тамақтанады кәдімгідей. Енді байқаңыздар, кірді адам, не істейсіз сіз оған? ЭЛО жасап 70-ін сразу активацияны көмектесесіздер да, енді сатқызып, анау реклама беріп деген сияқты. 70 деген не істейді ары қарай? Солай болды, осы уақытта қарашы сен. Все, осы сәттен бастап саған ақша түседі. Қандай продажа істесең де, астына адам тіркейсің ба, не істейсің? Мен сөйтіп айтамын. Мен өзім сөйтіп айтамын. Не істейсің сен, содан бастап ақша түседі. Все. 200-300 мыңды минимум осы ЭЛО-мен шығарып отыра аласың. Адам даже кейбір адамдарда мынандай ойда, адам тіркегісі келмейді. Сразу айтамын сіздерге. Кез келген адам сетевойға келген кезде адам тіркеу керек па деген сұрақ қоятын болады ма сіздерге? Сол кезде сіздер айтасыздар, хочешь тірке, не хочешь тіркеме. Бірақ сен біл, сен тіркемейтін болсаң адам, сенде 2-ақ түрлі табыс көзі бар. Тіркесең 15 түрлі табыс көзі бар сенде. Қайсысын хочешь деп айтасыз да? А бірақ та адам тіркемеген күннің өзінде миллионға жетуге сенде мүмкіндік жақсы бар деп айтуға болады. Все солай. Шашардық па, жалықтық па, қайтайық біз.